адам айналадағы заттарды қандай мүшелері арқылы қабылдайды? Әділжан сезім мүшелері. Өте жақсы. Жақсы балалар, біз сұрақтарға өте жақсы жауап бердік. Ары қарай біз қазір осы тапсырмаларымызды жеткізетін боламыз. Балалар, маған назар аударайық. Менің қолымда иістендіргіш бар. Қазір мен сіздерге осы иістендіргішті сеуіп шығайын. Сіздердің иіс сезу мүшелеріңізге қандай иіс барды? Егер де мен осы иістендіргіштің орнына жағымсыз иістендіргішті шашатын болсам, қандай әсерде боласыңыз? Жағымсыз иісті сепсек, ауа ластанады. Ауа ластанады? Адамдар әлсірей бастайды. Бізге сол ауа жағымсыз болады. Жақсы, өте жақсы. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыз біздің не жөнінде болуы мүмкін? Ауа ластану туралы, яғни ауа қалай ластанады. Олай болса, экранға назар аударайық. Жақсы балалар, біздер қазір келесі тапсырмада мен сіздерге мынандай топтық жұмыстарды ұсынғалы отырмын. Біздер қазір ауаның қасиетін зерттейтін боламыз. Бірінші топқа мен қазір сіздерге 6 шар беремін, және сол шарларды үргілеу арқылы одан не сездіңіз, не байқадыңыз, сол жөнінде қазір айтып бересіңіз. Ауаның қасиетіне байланысты. Екінші топ сіздерге мынандай тапсырма беремін. Қазір сіздердің алдарыңызға мынандай майшамдар қоямын. Сіздер осы майшамдарды шырпымен жағу арқылы оның қасиетін аңғарасыңыз. Яғни не байқадыңыз? Үшінші топ сіздерге мынандай тапсырма. Сіздерге шыны ыдысқа су құйылған, және сіздер осы қолдарыңыздағы шарды шыныдағы суға батыру арқылы не байқадыңыз ауаның қасиетіне байланысты. Сол жөнінде зерттей қойыңыз. Балалар, сіздер зерттеу жұмыстарыңызда не байқадыңыз? Ауа суда жеңіл, сондықтан шар суға батпайды. Себебі оның ішінде ауа бар. Біз зерттеу жұмысында майшам ауасыз жанбайтын аңғардық. Біз банкімен жапқан майшамдар тез сөніп қалады. Ал банкасыз тұрған майшам ол өшпейді. Балалар, сіздер қолдарыңыздағы шарды үргілеу арқылы не байқадыңыз ауаның қасиетіне байланысты? Біз шарды үргенде оның ішінде ауа бар екенін байқадық. Және де ол шар серпіледі, және де ол сызылады. Біздер жұмыстарымызды әдеттегідей күнделік әдісі арқылы өздеріңіздің жұмыстарыңызды бағалап отырасыңыз. Сол себепті алдарыңыздағы күнделіктеріңізді ашып, тапсырмаларыңызды орындау барысында, яғни балдық жүйеменен бағалап. Балалар, енді біздер қазір табиғаттың адам салдарынан және табиғаттың салдарынан ластануына байланысты тапсырмалар беремін, және оны қорғау шараларын ұйымдастыратын боламыз. Ережелер құрастырамыз. Балалар, біздің айналамыз, мектептің айналасы, кластың ішіндегі ауаның таза болуы үшін біздер сонда не істеуіміз керек екен? Олай болса, біздер мектептің айналасын өздеріміздің ағаштарымызбен көгалдандырайық.